Мен Бекболат Кубанышев Камалұлы 76 жылы осы Атырау облысында Миялы селосында дүниеге келгенмін. 82-97 жылдары Аққыстау орта мектебін бітірдім. 92 жылы Ақтөбе медициналық институтына оқуға түсіп, 98 жылы Ақтөбе медициналық академиясын аяқтап, 98 жылы осы жаз айында осы облыс ауруханаға интернатура өтуге келдік. Интернатураны 6 ай оқып, 99-дың қаңтар айынан бастап, мен Аққыстау селосындағы Исатай аудандық орталық ауруханасына хирург маман болып жұмысқа орналастым. Сондықтан сосын 2006 жылы осы Атырау облыстық ауруханасына хирургия бөлімшесіне жұмысқа орналастым. Осы жаққа отбасымен сол жылдары көшіп келдім. Сол 2007-тен бастап осы травматологияға ауыстым мен травмпунктке. Сол жылы 2007 жылы Алматы қаласында 12-ші клиникалық ауруханада травматология және ортопедия бейіні бойынша қайта даярлаудан өттім. Сол 2007-тен бастап осы уақытқа дейін травматология саласымен өмірім тығыз байланысты. Медицинаны таңдаған себебім енді жалпы мен өз басым енді интеллигентный семьяның баласы болып өстім. Әкем инженер-механик болды, анам мұғалім. Сол кезде менің Аққыстауда тұрған кезде қасымызда Марат дейтін ағамыз хирург болды. Сол кісіні көретін едім, әдемі болып жүретін, мамандығының өзінің жаңағы тәжірибелі маман екенін, халық алдында сыйлығын көріп, мен де осыны дәрігер болсам деп аңсап жүрдім. Сол да маған түйткіл болған болар, Марат ағамыздың қасымызда тұрған сондай бағытпен оқуға түсіп, қазіргі уақытта жасап жатқан жайымыз бар, травматолог болып. Басқа енді қазіргі уақытта енді жұмыс саламыз енді жаңа айтқандай травматология саласы ғой енді. Травматологияда біз әрине енді барлық зақым жарақат, сосын буынға қатысты патологияларды, әртүрлі туа біткен ақауларды сүйек тірек қимылына байланысты емдейтін сала болғандықтан, осы біздің Атырау облыстық ауруханасында біраз жедел аурулардың барлығы жасалынады. Біздерде қазіргі уақытта ең үлкен операцияларымыз жол жасап жатқан жамбас буынын эндопротездеу болып есептелінеді енді. Бұл жұмыспен біздер 10-15 жыл шамасында жұмыс жасап жатырмыз. Енді жоспарымызда тізе буынында эндопротездеу операциясын енгізгіміз келеді. Бастап алдында осыдан 5-6 жыл осыны енгізген болатынбыз, бірақ енді бөлімшеміздің кішкене қысқаруына байланысты, сосын мүмкіндіктің аурухананың ескілігіне байланысты кішкене тежеліп тұрған жағдайымыз бар. Себебі дейтін бұл операциялар үлкен бір өте дайындықты, операциядан кейінгі асқынуды болғызбаудың барынша шарасын қабылдауды талап ететіндіктен кішкене қазіргі уақытта енді жай жүріп жатыр бұл жұмыстарымыз. Алдын болашақта бұл операцияның бәрі де біздің Атырау облыстық ауруханасында жасалынатын болады. Жоспар, болашақта жоспарымыз амандық болса енді ауруханамыз күрделі жөндеуге бастап өтіп жатыр. Күрделі жөндеуден өтіп жатырса, мына бір травматологияны екіге бөліп, или жаңағы жоспарда бар, мысалы политравма дейтін бөлімше ашу, ішінде оның барлық көптеген күрделі сынықтармен түскен науқастарды жатқызуға, сосын жоспарлы травматологиямен жедел травматологияны бөліп, ортопедия бөлімшесін бөлек ашсақ, қазіргі енді соңғы кезде 2-3 маман тағы келіп, қатарымыз көбейіп, қазір бөлімшеде 5 дәрігер жұмыс жасаймыз. Әлде де келеді деген хабарлар бар, сондықтан да травматологияны дамыту мақсатында жоспарлы травматология мен жедел травматологияны бөліп керек шығарып, және политравманың бөлімшесін ашқан дұрыс болады. Себебі біз осы мұнайлы өнер болғаннан кейін травмалар көп түсуі мүмкін, жаппай травмалар көп түсуі мүмкін. Сондықтан да соған дайындықтар беріп жатыр.